13-ші тақырып – медиацияның рәсімінің нәтижесі. Медиациялық келісімге нақтырақ тоқтап кетер алдында айтарымыз, кейбір жағдайларда кездесу барысында тараптар белгілі бір шешімдерге өзара келіп, келісімге қол қоюдан бас тартуы мүмкін. Бірақ бұған да біз мойымаймыз, өйткені бұл тараптардың арасында белгілі бір диалогтың орнағанының көрінісі. Бұл да біздің жұмысымыздың жемісі. Енді медиациялық келісімге нақтырақ тоқталып кететін болсақ, бұнда тараптардың аты жөндері, иындары, көтеріліп жатқан сұрақ, мәселе көрсетіледі. Медиатор жөнінде ақпарат, төлемдердің көлемі, мерзімі жөнінде ақпарат, банктік реквизиттер. Тағы да бір айта кетер сұрағымыз, ол егерде тараптардың біреуі осы келісім шартты бұзатын болса, онда қандай шара қолдануға болады? Әрине де Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес өзінің заңды құқықтарын қорғау үшін әрбір азамат сотқа шағымдануға құқығы бар. 14-ші тақырып – медиативтік келісімнің орындалуы, медиатордың принциптері, рөлі. Медиативтік келісімнің Қазақстан Республикасында азаматтық құқықтық шарттар күші бар және орындалуы міндетті. Оны мәжбүрлеп орындату тәсілі, оның қандай жолмен және қандай кезеңде жасалғанына байланысты болады. Бірінші, соттан тыс жасалған медиативтік келісім. Бұл жағдайда медиативтік келісім тікелей атқару құжаты болып табылмайды. Тараптардың бірі орындаудан жалтарған кезде, екінші тарап сот бұйрығын шығару туралы арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Екінші, сот процесі барысында жасалған медиативтік келісім. Егер тараптар сотта медиативтік келісім жасасып, сот оны өз ұйғарымымен бекітсе, онда соңғысының атқарушылық құжат мәртебесі болады. Бір тараптар өзінен қабылданған міндеттемелерді орындамаған жағдайда, екінші тарап атқару құжатын беру үшін сотқа жүгінуге құқылы. Маңызды ерекшеліктері: бұзу. Медиативтік келісімді әдеттегі мәлімелерді бұзу ережелері бойынша бір жақты тәртіппен бұзуға болмайды. Ол тараптардың өзара келісімі бойынша немесе соттың шешімі бойынша ғана өзгертілуі немесе бұзылуы мүмкін. Жауапкершілік. Медиатордың құзыретіне жасалған медиативтік келісімнің орындалуын бақылау кірмейді. Және ол бұл үшін дауды, жанжалды реттеуге көмектесу медиатордың міндеті жауапты емес.